Қазір растяжка жасауды көрсетеміз сіздерге. Фиксатқа кіріп, плюсты басып, растяжканың пустой шаблонын таңдап аламыз. Так, телеграмда тұрады, пустой шаблонымыз. Қазір неден так. Мынандай растяжка таңдадық. Енді бұған фон қоямыз. Добавить фото дейміз де. Недавнеға кіріп, фонымызды таңдаймыз. Например, на фонды алдық, е? Сосын бос молокосымызды қойғым келіп тұр осы жерге. Енді таңдадық, мынаны созамыз. Бір флажокқа бір фон қоямын мен. Созып тастамаймын, екеуіне өткені үлкен болып кетеді. Так, айнамен созылмай жатыр. Өйстіп созғанда осылай орналастырамын. Сосын, смешать басам. Смешать деймін да. Экран деймін. Экран болса тоже болады. И наложение тоже. Мен осы наложение пайдаланамын. Сосын осы флажокты аламыз да копия создавать етеміз. Копияны создавать етеміз де, мынашқа қоя саламын. И өстемді бос молокосыз флажоктың астында қалып қалды. Оны вниз дейміз. Енді бос молокосыз былай қоя тұрайын. Енді бізге жаңағы ат жазатын орын қою керек. Ол үшін стикерға кіріп, белый круг дейміз. Белый круг. Сөйтіп нәтижеде аппақ круг шығады. Соны таңдаймыз. Ой. Ну, не вот. Белый круг дейді. Там көрінбейтін нәрсе. Мінекей. Белый круг дейміз да. Өзіміз қаламызша үлкейтеміз, кішірейтеміз. Мінекей копировать етеміз да. Мына жерге қоямыз. Тура осылай. Енді босты аламыз да. Вверх дейміз да. Мына жерге орналастырамыз. Әдемі болу үшін. Босты алып, өзіңіз қалай ұнатасыз, солай істесеңіз болады. Өстіп орналастырамыз. Сосын бұнда копиясын жасаймыз да. Ашыққа қоямыз. Мінекей. Мінекей корона қойсаңыздар болады жоғары жағына да. Өзіңіздің қалауыңыз. Мінекей біздің растяжкамыз дайын. Сохранить дейміз. Болды, дайын растяжка.